Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бүгін оразаның, ауызашардың 4-ші күніне арнап ас мәзірін дайындадым. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді біз алдын ала тағамның заттарын дайындап қойдым. Бізде бүгінге палау дайындайын деп жатырмын. Үстінен майды құйып, майды қатты қыздырған жоқпын. Өйткені тауық етін дәл осы майға салып, бетін жауып, жақсылап екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Міне екі жағы жақсылап қызартып аламыз және үстінен пиязды салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз жақсы қуырылғаннан кейін туралған сәбізімізді салып, оны да қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін үстіне міндетті түрде дәмдеуіштер саламыз. Сіздер қалауынша салсаңыздар болады, немесе өздеріңіз қалауынша жасасаңыздар болады. Мен осындай қорқарылған дәмдеуіштерді салдым және тұз салып, үстінен мұздай суды құйдым. Және осы сорпасын, мұздай суды құйып, бетін жауып, қайнатып, еті піскенге дейін қайнатамыз. Енді біз пловпен жегенге дәл осындай капустадан салат дайындайын дедім. Міне, дәл осы капустаны теркінің бет жағымен, видеодағындай осы бетпен жақсылап өткізіп аламыз. Міндетті түрде дәл осындай өте ұсақ, әдемі болып туралады. Сіздер де дәл осы теркінің сол жақ бетімен дайындап көріңіздер, өте күшті болып туралады. Ыдысымызға салып, кішкене ғана тұзды сеуіп, қолымызбен кішкене капустамыз өлгенше араластырып алдым. Енді сәбіздің теркінің осы жақ бетінен өткіземін. Сәбіз қатты көп қоспаймын. Кішкене ғана жарты сәбізді қолдандым. Соны турап капустамыздың бетіне қосамыз. Және осындай чеснокты, бір дана чесногымызды, екі дана чеснокты дәл осылай теркінің майда жағынан өткіземіз. Міндетті түрде чеснок маңызды емес. Дәмі әдемі болып шықсын деп чеснокты қостым. Дәл осындай майда ұсақ болып өтеді. Енді ыдысымызға салып, алдын ала сұйық майды қыздырып дайындап алдым. Қызған сұйық майды кішкене ғана қосып, үстінен тұз салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Өте дәмді, әрі оңай, әрі тез дайындалатын осындай салатты сіз де дайындап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Капустадан жасалған салатымыз дайын болды. Енді осы сорпамыз қайнап, етіміз уже пісіп қалды. Күрішімізді жақсылап жуып, дәл осы қайнап тұрған сорпаның үстіне салып аламыз. Және суы тартылғанша күрішімізді пісіріп аламыз. Суы тартылғаннан кейін жақсылап күріштерімізді жинап, бастырып қоямыз. Қазір 35-40 минуттай дайын болады. Міне біздің асымыз дайын болды. Кешкі асқа балды торт дайындадым. Балды торттың рецепті менің YouTube арнамда бар. Сол себепті рецепт түсіріп салған жоқпын. Міндетті түрде каналыма кірсеңіз, 35-40 минут асымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі керемет болып шығады. Достар, жасап көріңіздер. Балды торттың рецептін менің YouTube арнамда бар. Сол себепті каналыма салған жоқпын. Міндетті түрде қарап жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Бүгінгі ауызашардың 4-ші күніне арнап жасаған ас мәзірім ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сіздердің әрбір жазған комментарийлеріңіз мен үшін өте маңызды. Менің YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған мен Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.